Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, өте тез дайын болатын, бар жоғы 15-20 минутта духовкада пісіп шығатын осындай ерекше дәмді күлшелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар, және де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыры үшін 250 мл жылы суымыздың үстіне 1 шай қасық шекер, шым-шым тұз және 1 шай қасық ашытқымызды, яғни дрожжімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап араластыра отырып, қолдың көмегімен қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа тығыздықтағы қамыр илейміз. Қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай біркелкі әдемі болып шығады, және де қамырды осылай басқан кезде үстінен шамалы іздер қалатындай болуы қажет. Енді үстінен біраз қасық сұйық майымызды құйып, қамырымызға толық жан-жағына жағып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа көтеріліп шыққанша жылы жерге қойып қоямыз. Әзірге қамырымыз көтеріліп дайын болғанша ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге осылай сыр қажет болады. Мен сулугуни сырын қолдандым. Қалауыңызша жай ғана кез келген қатты сырды да қолдана берсеңіздер болады. Сыр неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмдірек болады. Мен 300 грамм, 310 грамм шамасында қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша көбейтіп немесе шамалы аздау қоссаңыздар да болады. Сырымызды осылай үкіштің үлкен жағынан өткізіп дайындап алдық. Енді алдын ала пісірілген картобымызды да осы үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Бізде піскен картоп 2 дана. Егерде сізде кішірек картоптар болса, онда 3 данасын қолдансаңыздар болады. Мендегі картоптар үлкен, сол себепті мен 2 дана қолдандым. Картопымызды үкіштен өткізіп алдық. Енді дәміне қарай тұзды қосатын боламыз. Менде сырдың шамалы өзінің де тұзы бар, сол себепті мен осылай жарты шай қасық қана тұз қостым. Егер сізде сырдың тұзы азырақ болатын болса, онда шамалы бұдан да көбірек қоссаңыздар болады. Міндетті түрде шамалы ғана дәмін татып көріңіздер, сол кезде нақты білетін боласыздар. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін дәл видеодағыдай етіп, теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз, және де осылай домалақ шариктер жасап дайындап қоямыз. Неге біздің қамырымыз 1 сағатта осындай болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды алып, шамалы ғана қолмен басып жібереміз де, кішігірім зуала жасап аламыз. Енді сол зуаланы сопақша пішінге келтіріп, теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма және рецептілеріме байланысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін, әрбір қамырды жеке-жеке дәл видеодағыдай жая отырып, ортасына салмасын салып, шет-шетін ортасына түйеміз. Начинкасы шашылып қалмайтындай дәл видеодағыдай жақсылап түйіңіздер. Одан кейін жақсылап қолдың көмегімен жайып аламыз. Қамырды жайған кезде сіздерге наны қалың болған ұнаса, онда қамырды қалыңдау етіп жаясыздар. Ал егер қамырдың наны жұқа және начинкасымен бірдей болғанын қаласаңыздар, онда қамырды жұқа етіп жаясыздар. Маған негізі қамырды жұқа етіп жайған түр ұнайды, солай дәмдірек болып шығады, және солай жасауға кеңес беремін. Енді осылай жақсылап жайып алғаннан кейін, ортасынан шамалы ғана тесік жасап, пергамент қағазы төселінген противнімізге салып, 180 емес 250 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 15-20 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Нанымыз пісіп шықты. Енді пісіп шыққан нанымыздың үстін сары маймен жақсылап майлап шығамыз. Осымен біздің нанымыз дайын. Барлығын дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған арайлым.